В общем, бүгін Гүлжан маған база жіберген екен да, 2 ваза. Ұялып кеттім бар емес вообще, себебі біз Гүлжаннан келіп жүрген гүлдерді Фортуна екеуміз 5 литровый баклаждың ортасынан кесіп, соған су құйып салып жүргенбіз, солып қалмасын, үйде біраз иісі әдемі болып тұрсыншы деп, гүлді өте жақсы көреміз ғой енді. Тек былай 2 ваза жіберген, мен қатты ұялып кеттім. Екеумізде уақыт болмады ваза алуға. Кеше іздедік негізі, по идее, эфирден кейін, бірақ таппадық. Сол даже бар емес па, былай тапочки алуға уақыт жоқ бізде ше, носочки киіп жүрмеге ше. Сол вообще ештеңеге уақыт болмайды эфирге бар. Қайырлы кеш достар, бүгін эфирді көрдіңіздер ме? Өте қызықты эфир болды деп ойлаймын. Нақты енді менің шығуым және Ринат мырзаның шығуы қызық болған сияқты. Және эфирде ол маған мынандай керемет гүл берді, мынандай тәтті берді. Кстати, мен жақсы көретін тәтті, осы Рафаэла. Көп рахмет сізге. Очень приятно. Қалайсыз, Рина? Нормально, шүкір, өзіңіз. Неге ауырып отырсыз ба, көңіл күйіңіз жоқ қой? Кішкене астым кеткен. Я ауырмай жүріңіздер. Бүгін мен қыздарға мынандай сұрақ қойып жатырмын. Алтын, күміс, бриллиант сізге қайсысы ұнайды дейді? Бұрын күміс ұнайтын. Қазір алтын ұнап жүр. Негізі кішкентайымда мен қатты жылтыраған қызықпайтын. Жас өсе келе үстіне қызық болып кетті. Бір қатты маңызды емес, бриллиант бұл деген сияқты ше. Бірақ енді сапаны ес сапа ғой бәрібір. Ассалаумағалейкум баршаға. Сіздің көңіл күйіңіз күшті ма бүгін? Нормально. Жақсы ұйықтадыңыз ба? Күшті. Сізге қызыңызға сыйлық алып бердіңіз, ұсынысқа күміс немесе простой, сондай медицинский алтын деген сияқты алып бердіңіз. Қызға ұнамай қалып сізге айтады. Сіз қалай қабылдайсыз? Қалай қабылдағанда енді келесіде ондай алып бермеуге тырысамын деп айтайыншы. Негізі бір түрлі боласың, ол жігітке андай іштей ұялатын нәрсе ғой негізі. Ал оны сізге емес құрбыларына айтқан естісеңізше, именно ол маған просто бір тақпаймын ондайды деп айтса. Енді ұяттан іштей жүре бересің ғой енді. Бірақ келесіде ондай нәрсе істемеуге тырысасың. Енді ондай сөздер естігеннен кейін дұрыс емес қой. Қатені түзеуге тырысасыз. Қатені түзеуге тырысамын. Ондай қыздарды дүние қоңыз, андай-мындай деп қабылдамайсыз ба? Негізі солай қабылдаймын. Өйткені адам деген әрбір бір кішкентай нәрсеге де қуана береді. Ол деген шын көңілмен берген нәрсе, ол бәрібір ерекше болады. Сізге қай алтын, күміс, бриллиант қайсысы ұнайды? Алтын ұнайды, маған күміс ұнайды, жақпайды қаламын. Алтынның қай түрі ұнайды? Сары алтын, иә? Ал брендтің қай түрі ұнайды? Сізге ұнамайтын, мысалы күмісті, жігітіңіз ұсыныс жасаған кезде берсе, оның ұнамағанын қалай жеткізесіз? Үндемей, ала салам. Бірақ тағамайды екен. Тағамайсыз. Бірақ енді ренжімесін деп ала салам. Көңілін қалдырмау үшін. Жоқ, енді ол мысалы сақина берсе, ол сіз тағып жүру керексіз ғой оны. Тағамай, маған жақпайды, қарайды деп. Айтасыз ба сосын? Соны айту керек болады, қалай айтасыз деген? Айтасыз. Жақпайды, мына қолым қарайып кетті, саусағым қарайып кетті, қолым қарайып кетті деп айтамын. Алдын алып кетті. Пожалуйста, тағам дейсіз ба? Жасминнің көңіл күйі қалай екен? Көңіл күшті. Гүлді үйіңізге алып қайттыңыз? Иә. Кім апарып көмектесті? Шаляр көмектесті. Сізге қай алтын, күміс, бриллиант қайсысы ұнайды? Бриллиант. Қандай бренд түрін ұнатасыз? Булгарин ұнатамын. Негізі өзіңіз сондай бренд заттар жақсы көресіз ба? Иә. Тағып көргенсіз ба? Иә. Сізге оригинал еще жоқ. Сізге жігітіңіз ұнамайтын сыйлық берсе, сіз оны қалай жеткізесіз ұнамайтын? Мен ұнамайтын айта алмаймын. Айта алмайсыз? Иә. Бірақ тағасыз? Әрекет көп істейді ғой. Сол үшін тағамын. Сол үшін тағасыз. Солай екен. Жан ханым, сізге алтын, күміс, бриллиант қайсысы ұнайды? Алтын. Алтынның қай түрін ұнатасыз? Российский деген сияқты. Иә, сары алтын, ақ алтын деген сияқты. Обычный алатын. Жалпы алтынды таңдамайсыз, бәрін айтты. Мен вообще таңдамаймын, негізі тамақ, алтын, гүл деген ше. Бәрі ұнайды. Ал қандай бренд түрін ұнатасыз? Бар ма белгілі бір бренд? Алтыннан ба? Жоқ, жалпы. Киім алтын неден?
барлығына? Лугри, алтына, обычно, карте, киімнен, аяқ киімнен, кілемдемейді сол нәрсе, Луи Виттон. Соны аламыз. И Киіп көрдіңіз жалпы оларды алып. Сізге жігітіңіз онша емес, сондай простой сыйлық беріп қалса, қалай айтасыз ұнамайтынын? последний сыйлығымыз ғой. Қабылдаймын, айтқанда білмеймін. Оны қалай айтасыз? Айтпаймын. От души берсе киіп жүре беремін. Киіп тағып жүре бересіз. Аяқ киім біреу болып тұрады. Жаңағыдай простой сақина сырға болып жатса. Енді последний сыйлығымыз одан кейін де береді ғой. Сол үшін көнесіз, иә? От души болса қабылдаймын. Солай екен.